Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай езілмейтін, жыртылмайтын қамырдың рецептімен бөлісетін боламын. Мінекей өте керемет болып шығады. Дәл мен видеомдағыдай жасап көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Мінекей алдымен електен өткен ұнымызды дайындап аламыз. Және 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Және еттің сорпасынан, жылы сорпадан құйып, ішіне 1 ас қасықтай тұз қосатын боламыз. Мінекей достар, дәл мен видеомдағыдай жасап көрсеңіздер, қамырларыңыз өте керемет болып шығады. Видеомды соңына дейін қараңыздар. Мінекей тұзы ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Және шетінен бірденен құйып жібермейміз, шетінен құйып қамыр илейтін боламыз. Мінекей қалғанын құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Өте керемет қамыр болып шығады. Видеом ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бұл қамыр барлық тағамдарға кете береді. Мантыге де, еттің тамағына да, барлығына кете береді. Қамыр өте керемет болуы, о илеуінде. Жақсылап илесеңіздер, қамырларыңыз жып-жылтыр болып, ұнды көп қажет етпейді. Жып-жылтыр болып, әдемі болып жайылатын болады. Мінекей алдын осылай басып аламыз. Шет-шеттерін жақсылап басып аламыз. Осылай жасап шығамыз. Және оқтаудың көмегімен дөңгелек етіп еттің қамырын жаятын боламыз. Мінекей шет-шетін басып, алдын осылай жайып аламын мен. Кішкене ұн себеміз. Ортаға қолымызды жібермейміз, тек қана екі шетін басып, қамырымызды жаятын боламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, ұнды көп қажет етпейді. Бар болғаны бастапқыда кішкене ғана ұн себесіз. Одан кейін ұн сеппесеңіз болады. Ұнды көп қажет етпейді, негізі кішкене ғана сеуіп қояйық. Өте керемет болып шығады. Дәл мен видеомдағыдай жасап көріңіздер. Видеом ұнаса пікір қалдырып, подписация бөлімін басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Осылай, мінекей қамырымыз жұп-жұқа болып келе жатыр. Дастарханымыздың ар жағында узоры көрініп тұр. Керемет жұп-жылтыр қамыр болып шықты. Езілмейтін қамыр болып шықты. Мінекей жұп-жұқа керемет қамыр болып шықты. Бұл қамырды мантыге де пайдалансаңыздар болады. Дәл осы рецептпен манты жасасаңыздар да керемет болып шығады. Толық рецептін описанияға қалдыратын боламын. Екі шетін басып, қамырымыз әдемілеп жайып алатын боламыз. Осылай жұп-жұқа етіп жайылып шықты, теп-текс болып жайылды. Қамырларыңызды енді осының рецепт бойынша өзгертіңіздер. Дәл мен видеомдағыдай жасаңыздар. Менің YouTube каналым Аяулым Сақбаева деп жазсаңыздар, менің күлді рецептілерім шығатын болады. Мен видеома қарап жасап көрсеңіздер болады.
мінекей осылай кесіп аламыз. Өте жұқа болып шығады. Керемет. Қараңыз, өте әдемі, жып-жылтыр, ешқандай да езілмейді, өзінің формасын сақтап тұрады. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер.